Bir-birinden kol ko'tarib aytib o'tiradi, unda. Al o'qiymiz suramizni. Екі модельдеу объектілерді, процестерді немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың моделін құру. Пайдаланған қайсысы жаңағы? Шындық па, жоқ, жалған ба? Ал, ұлан. Шындық, е? Өте жақсы. Келесі сұрақ. SketchUp екі өлшемді графика. Жоқ. Құрмен. Қайсысы ойлайсыз? Қайсысы дұрыс енді? SketchUp екі өлшемді графика ма, жоқ, үш өлшемді графика ма? Олай болса бізде шындық болмай ма, жоқ, жалған болмай ма? Жақсы, жалған. Бексұлтан сізге. Екіді немесе үшті редактордың айырмашылығы жоқ. Шындық немесе жалған. Жалған, е? Айырмашылығы бар, е? Қандай айырмашылықтар бар онда? Анимация, мультфильм, Өте жақсы. Келесі. SketchUp Blender болмаса AutoCAD программалары. Екеуі қайсысы бұл? Шындық па, жалған ба? Шындық. Екеуі бір-бірімен ұқсас, е? Өте жақсы. Ары қарай, модель дегеніміз нақты объектіні, қайталанып кетті ойдым, е? Жоқ, қайталанбады. Нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету қандай болады бізде? Шындық бола ма? Насырақ қайталанды ма бізде? Келесі. Келесі ойын түріміз true or false. Яғни шындық немесе жалған, е? Ары қарай болса, бірінші сұрағымыз. Модель дегеніміз нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсетеді. Бұл қандай қажет бізде? True, е? Өте жақсы Бексұлтан. Екінші сұрағымыз. Модельдеу объектілерді, процестерді немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың моделін құрады? Өте жақсы. Яғни шындық, е? SketchUp'та екі өлшемді графика дейміз. False, е? Жақсы. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы үшті редактор құралдары және жоба құру. Сабағымыздың мақсаты үшті редактордың құралдарының сипаттамасын біліп, үшті редактордың құралдарын қолданамыз. Жақсы. Ары қарай SketchUp программамызды ашайық барлығымыз. Соған қарай өздеріңіз қаншалықты орындарын десіздер. Мысалы, 2 балл беріп тұрса, 2 баллдың екеуінде алым десеңіздер, 2-ге қойсаңыздар болады. Ары қарай осылай тартып қозғалтып отырасыздар, жарай ма? Бұлдан сынада бізде қанша балл беріп тұр екен? 2 балл. Демек біз қанша балл жинай алдық қазір? Бұлан айта аласың ба? 2 балл жинай алдың, не? Сіз 2 құлай бар. Қандай формат? Сенде 2 балл. Жақсы. Бексұлтан болды, е? Қанша да барасың? Бұнан барасың. Бір балл дейсің бе? Бір балл нүкте салып қоймен. Жарайды. Келесі. Ары қарай осы редактор құралдарын пайдалана отырып, өзіміз не істейміз? Видеоның жобасын жасаймыз.